Бұл видеода біз қарапайым терминдерді қарастыратын боламыз. Электрлік қозғалтқыш қалай жұмыс істейді. Бұл видео басталмай тұрып, осы видеоларды көріп алсаңдар болады. Сен ток ағып жатқан сымды перпендикуляр орналасқан магниттік өріске қойғанда не болатынын көретін боласың. Өрістің бағытын Гимлет ережесі арқылы білеміз. Егер біз көп сым қоссақ, магнит өрісі көбейеді және күшейеді. Бұл сымдарды магниттік өріске перпендикуляр орналастырсақ, бұл күш сызықтарының қалай әсер етіп жатқанын көруге мүмкіндік береді. Осы жиынтықты басқа бұрыштан қарап көрейік. Бұл жерде біз сымның астынан қарап жатырмыз. Біз сымдардың көлденең қимасын және оны сағат тілі бойынша айналып жатқан магниттік өрісті көре аламыз. Енді біз олардың араларындағы солтүстіктен оңтүстікке қарай жүріп жатқан тұрақты магнит пен магниттік өрісті байқай аламыз. Бұл магниттік өрістер өзара әрекеттеседі. Сымның төбесінде бұл екі өріс қарама-қарсы қозғалады және бір-бірінен бас тартады. Сымның астында өрістер бір бағытта қозғалады және бір-бірін қолдайды. Сым күшті өрістен әлсіз өріске қарай итеріледі. Сонда сым тігінен жоғары магниттік өрістен сыртқа қарай итеріледі. Бұл қозғалтқыш эффекті деп аталады. Енді тоқтың бағытын ауыстырайық. Осы тәжірибе күштің керісінше бағыты. Енді екі сымды бір өріске қояйық. Бір сым төбеге көтеріледі, басқасы төменге түседі. Алайда бізде әлі айналмалы қозғалыс жоқ. Енді біз сымдарды бір жалғасақ және айналу күшін шпинделді қойсақ, біз төмен және жоғары қозғалысын айналмалы қозғалысқа айналдырдық. Осыдан бізге электрлік қозғалтқыш бар. Сымды бірнеше рет айналдыру қозғалтқыштың айналу күшін арттырады. Ақылды бит бұл айналдыру катушкаларына тоқты қалай беру керек. Осылайша ол әрқашан бір бағытта жоғары және төмен қарай күштердің бір жақта болуын қамтамасыз етеді. Бұл бөлгіш сақиналы коммутатор арқылы іске асады. Бірақ бұның нақты қалай орын алатынын басқа уақытта талқылаймыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Егер сұрақтарың болса, пікірге қалдырып кет. Неге біздің Fuse School қолданбамызды қарамасқа? Кездескенше!